сәлеметсіздер, құрметті ұстаздар, оқушылар. Балалар, білесіңдер, бізде 10 күндік қазақ тілі әдебиеті пәнінің апталығы өтіп жатыр. Бүгін бізде апталықтың 3-ші күні. 3-ші күнде біз Қазыбек бидің 355 жылдығы. Биыл толып отыр екен туғанына. Сендер де бұл Қазыбек биді өмірін, шығармаларымен мектеп бағдарламасынан бері таныссыңдар. Біз оқыған, біз осы 9-шы сыныптың 1-ші тоқсанында кім жақын, не қиын, не қымбат шығармасымен танысқан болатынсыздар, иә? Енді осы шығарманың төңірегінде және Қазыбек бидің өмірінің төңірегінде бүгін жұмыстар жасаймыз. Қазір біз бірінші топқа бөлініп алып, бәріміз ортаға жиналайық. Міне, юла деп айтылады. Осыны енді сендер бүйтіп бұрасыңдар ғой, айналдырып қалған кезде бұл құлайды ғой тоқтап. Сол кезде тұмсығыңге түседі, түбігіңге түседі. Сол бойынша топқа бөлініп отырасыздар. Тұмсығына бір топ балалар, түбі түскен бала бір топ. Нұрай, Мәке, сен баста. Айналдырып қал. О, дұрыс. Тоқтат, болды. Нұралы, сен бір топқа барасың. Рахим Газинова, Нұрай, сен бір топқа барасың. Айналдырып тағы. Тұрыңдар маңайына. Дамирмен екеуің бір топқа барасыңдар. Ой, не қиын тобы, 3 топ, е? Жақсы бала, үйге сабақ тесіңізге түсіп кетейікші кендер. Мына жерден орын сен керісінше ғана басқалығы. Толық мазмұнымен таныс, біз білеміз. Сол бойынша да сабақтарда да жұмыстар жасағанбыз, е? Енді үзінді жаттағанда оқушылар бар шығар. Енді қарайық мынаның ішіне. Арттан алып тастап әдісі арқылы. Мұнда ол шығармадан кездеспейтін үзінділер бар екен. Оқиық кендер. Кім шығады? Бір бала шығыңдар. Бірінші топтан. Кел. Шыңда қоқпа шығыңыз бала. Кел. Қоқпа шыға беріңдер. Оқу да мынаның ішінде. Қайсы артық? Бір артығына алып таста. Бар ма? Ал Райна. Бұл фонетия қашанда өмір жақ. Аға, бұл фәниде өмір қымбат деген қате, иә? Ол жатпайды. Жақсы. Жақсы, тамаша. Ортаңғы топтан. Бар ма? Кел, көздерің жетпесе жақындағы келіп қараңдар бала. Тағы да артығы бар екен қарайыз. 2 артық тауыппыз. Отыра ғой. Не бар артық? Оны айттық қой, айтып кетті. Бұл фәниде айтып кетті. Сүйікті жаным жақын деген айтып кетті. Қайсы? Бәрінен өлімменен жек көру. Дұрыс, жақсы, тамаша отыра ғой. Міне, бала жақсы анықтап жатырмыз. Яғни шығарманың мазмұн желісімен толық таныспыз, оқыды. Жақсы, жарайды. Келесі топтық жұмысқа кездетіп берейік. Бізде 3 топ отыр, 3 топқа мынандай тапсырма. Бірінші топ, кім жақын тобы? Сендерге қосыңыз ба? Сендер яғни Қазыбек бидің жаңағы замандағы мен қазіргі заманды салыстырасыңдар. Яғни сол заманда кімді жақын деді, нені қиын деді, не қымбат деді. Ал қазіргі заманда сендер үшін не жақын, не қымбат, не қиын. Ал қарай, 2-ші топ бізде бутерброды әдісі арқылы. 3-ші топ сендерде жазылым тапсырмасы ғой деймін. Ертең жазылым әдісі арқылы менің өмірдегі ең қымбат адамның тақырыбына ой толғау алып жатамыз бала. Дәптерге бастай береміз. Ал бастай береміз. Наннан, бір қабындағы нанын, ортасынан қалдырды. Аяғынан тағынан визия драмасы. Бас жағына Қазыбек бидің заманындағы заманын ортасы екеуін қосып жүреді. Қазір есімдегі мен қарашыға. Қошында күндердің не екен білесіңдер ғой бала? Екіге бөлесіңдер. Бір жағына Қазыбек бидің заманы, мына жақта өз заманы.
Жақсы жарайды келіңдер болсаңдар тақтаға маңындасындағы жатып одан шу жерде бір қалам алғанмын да иә келіңдер бір қалам ұстайық жақсы аяғаны одан кейін былай ашайық болды артындашы. Ал бастай бердір. Бізге қош жазба күнделігі берілген болатын еді жұмыстарға. Ал кеттік. Қазірет дейтін заманы бұрынғы заманда көбінесе өз отбасын ең жақыны болған, қазіргіде екіншісі және көбінесе адамдар өздеріне көбірек сенген. Жақсы. Қазіргі заманды салыстырсақ? Қазіргі заман біздің заманымызды заманмен салыстыруға келмейді. Себебі бұрынғыдай соғыс болмайды. Біз үйдің тұрғындармыз. Бұрынғыдай найза көтереді, жаугершілік заман біткен бізде. Қазір 21 ғасыр дамыған технологияның заманы, жастардың заманы. Жақсы, тамаша. Ал қосарлар бар ма бұл? Жақсы, жарайды, тамаша. Отырайық. Бармақ келді. Тұр шетіне дайып баларын береді. Былай айтыпты, ағайын, апайын, інін, қарындасын, досын, немерен, әйелін, жақын, не қымбат, отан, қымбат, атанан, отбасын, армен, ұят, сүйген, жаны қымбат. Не қиын, дауыл қиын, шыныс, қыланған сөз қиын. Ал қазіргі заманда сендер үшін не жақын екен? Қазіргі кезде кім жақын? Ата, анан, туған, туысын, ұстазы қымбат. Не қымбат? Алдымен отан қымбат, денсаулық, отбасын қымбат. Не қиын? Бос сөз, сыйластықтың бастауы қиын, ар ұят. Ар ұят қиын. Ал ұқсастығы бар ма екен? Отбасында қандай ұқсастық бар? Ұқсастығы қазіргі кезде де бұрынғы кезде де отан, ата, анаң, отбасы қымбат болған. Осы сөзбен қиын болған. Ата, анаң, ар ұят қымбат. Көптеген ұқсастықтар бар. Жақсы, тамаша, отырайық. Кеттік арқылы үшінші топта етін жазып айтсақ, менің өмірдегі ең қымбат адамым, жаным деген тақырыпты, иә? Менің өмірдегі ең қымбат адамым ағам. Себебі балалық шақтан бері өсіп, қиындықта көмектесіп, әрдайым жанымда болады. Жақсы, ағасы қымбат деген, иә? Менің бұл өмірде ең қымбат адамым ол менің жақын туыстарым. Яғни олар анамыз бен аға бауырларымыз. Олар бізге үнемі өз қолдауларын көрсетіп, қиын кезде көмектеседі. Қиын кезде кейбір достарымыз көмектеспей тастап кетсе, ал ағаларымыз, аналарымыз тастап кетпей қиын жолдан бірге алып шығады. Жақсы. Менің өмірімдегі ең қымбат адам бауырым. Өйткені 5 қыздан кейін ұл табу деген оңай емес. Ұлдың орны бөлек екен білінеді. 5 қыздың арасында да өсу қызық. Әрине, бірақ та бауырымның қыз сияқты өзіме нағыз жігіт болып тәрбиеленген. Жақсы. Менің өмірімдегі ең қымбат адамым ол анам деп есептеймін. Себебі анам мені осы дүниеге келіп 9 ай құрсағында көтеріп мәпелеп өсірді. Біз үшін барында нарында сыйлады. Отбасымда мен үшін қымбат болып саналады. Мысалда Асқар таудай әкем қымбат, еркелетіп жүретін әжем қымбат, және де ақыл беретін әпкем қымбат. Жақсы, тамаша. Жақсы отырайық, тамаша, иә? Әркімге өзінің отбасындағы жаңағы туған туыстары, жақындары, ағасы, әкесі, інісі қымбат екендігін өз шығармалары арқылы жаңағы ұяшықтар бар, иә? Сол
ұяшақтардың астарында батонның мынандай бачон. Келдер. Кел. Шыға бер, кім шығады? Кел, ал бірінші раяны шығып, бір-бірден шығайық, иә? Аружан, екінші алып қайырымыз берім, иә? Нешінші сұрақ деді? 19-шы сұрақ деді. Раянаға, 61 екен ғой. Раянаға мынандай сұрақтарды оқымай артық. Қазыбек би қай ғасырдың биі? 18 жыл. 17, 18 ғасырдың биі. Тағы бір сұрақ аласың ба? Кел ал. Мына сұрақ басын қайсысы болса жаңа? Тоғырық. Мынау болса ма? Тоғырық басқа бір бала алып. 74 дедің ба? Да. Қай жылы сыр бойында дүниеге келген? Жақсы, тамаша. Жауап берді. Келді. Қорқып шығасыз. Келді. Кел. Кел бар. 33. Қай хан Қазбек биді орта жүзін басты? Тәке хан, тамаша. Келесі. Шығамыз бала. Келдір. Екінші топтан. Мына топтарында шыға берер бала. Алар кез келген алар. 36. Мынандай сұрақ. Қай сұлтан тұтқынға түскенде Қазыбек би көмектескен? Жақсы. 36 саған шықты. Мен соны басқа сұрақ қоямын ғой. Әлі бейік шығыңдар. 25-ші сұрақ. Қанша баласы болады? 5 ұлы, 1 қызы. 5 ұлы, 1 қызы болды. Жақсы, тамаша. Келесі. Келдір бала. Алтақ сұрақ қалды. Қалтаға келе жатыр. 18-ші ғасырдың қай жылында сыр бойындағы арқаға көшіп келді? 1740. Жақсы, дұрыс. Тамаша. Келесі 4 сұрақ қалды. 60-ші сұрақ. Денесін баласы бет болып қайда жерленеді? Рахмет ясауи кесімізіне жерлепте мақасы. Болды міне шақ сұрақ қалды. 20-ші сұрақ. Қазбек биді зерттеушілерді ата дейді. Кімдер зерттеді? Алексей Амалиханов. Тағы да кім зерттеді? Тағы кім зерттеді? Алексей Левшин. Левшин зерттеді. Тағы да? Адамбаев зерттеген. Жақсы. Сұрағым. 26. Қай жылы дүниеге өткен дейді? Өзі тыңшы ойламашы. Бар ма ал жарайды өзің топтарында? 97 жасында қайтыс болды. 97 жасында қайтыс болған, иә? Есептесең келді? 64-ші жылы, иә? Жақсы. Ең соңғы сұрақ, отыра. Соңғы сұрақ. Келді. Соңғы сұрақ келді. Соңғы сұрақ болды. Қай жылы башқұрттардың көтерілісінің басшысы Қарасақал Қазбек биді паналап келіпті дейді. Кішкене ойласын. Қай жылы келіпті паналап? 1740 жылы. Жақсы, тамаша oldu. Қорқатын ештеңе жоқ. Жақсы балалар, тамаша. Бүгінгі сабағымызға кері байланыс жасап жіберейік, иә? Ал сабағымызға кері байланыс жасап жіберейік. Кімді? Қандай қызық өтті. Иә, біз сағат арқылы білеміз ғой.
Бүгін сабақ ұнады ма? Басқаларға көрсеткен көмектері қандай болды? Менің көңіл күйім қандай болды? Не істедім? Неге жеттім? Менің тілегім деген сұрақтар бар екен. Жақындап келіп қарап оқысаңдар болады. Әлібек сөйлейін. Бүгінгі сабақ маған қатты ұнады. Басқаларға көрсеткен көмегім жоқ болды. Менің көңіл күйім өте жақсы. Не істедім? Топтық жұмыс Қазыбек бидің өткен шағы қазіргі шағын жаздым. Неге жеттім? Неге жеттім? Не үйренді бүгін? Естімеген қандай ақпарат болды сендерге? Қазыбек бидің өмір туралы Тереңірек түсіне кеттің, иә? Жақсы. Менің Тілегің? Қазыбек. Балаға келешекте қандай тілек айтасың? Тілек айтып кетші. Сабақтарым жақсы. Сабақтарым жақсы. Жақсы. Сыныпта өткен тақырыбын одан ары қарай тереңірек бірінші тоқсанда өткен сабақ есімізге түсіріп отырмыз бізге, иә? Көптеген ақпарат алдық деп ойлаймыз. Өз сыныптарында емес, басқа параллельный класстың балаларымен де жұмыс жасап үйрендіңдер, көрдіңдер. Бір топта ғана үйреніп қалмай, араласып отырып та, аралас басқа сыныптың балалармен жұмыс жасауды үйрендіңдер. Келешекте де бізде міне өтетін іс-шаралар өте көп. Соның бірі жұма күні өтеді. Көшбасшы саясаткер отыр. Соған да осылай бір адамдай қалмай класстармен атсалысып қатысыңдар, келдіңдер. Онда 9-шы сыныптан 11-ші сыныпқа дейін өтеді. 9-шы Б классынан Нихметова Айша қатысқалы отыр. 10-шы класстардан қатысатын Утекова Жанерке, өңкі 5-ке оқитын балалар қатысқалы отыр. Тұрсынбекова Дариға, 11-ші сыныптан Шоранова Еркежан қатысқалы отыр. 9-шы А сыныптан қатысқалы отырған балаларында айтыңдар. 5-ке оқып жүрген, отличник болып жүрген, үздікке бара жатқан балалар қатыссын, үйренсін, көрсін. Сендерге көп рахмет. Бүгін сабаққа белсенді қатысып, алдарыңа берген тапсырманы 100% орындап, мақсаттарына бүгін жетіп отырсыңдар, иә? Жақсы, келесі кездескенше сендерге сау болыңдар балалар.